Араб тіліне 19-шы сабақ әт-тағаруф деген танысу. Енді ең бірінші әт-тахияту уәл-уәдә. Әт-тахияту сәлемдесу, уәл-уәдә қоштасу. Яғни осы тақырыптағы диалогтар ең бірінші. Әссәләму алейкум деген сендерге сәлем деген, иә. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Саған да сәлем, және Алла Тағаланың рахметімен амандығы болсын деп, сәлем болсын деп бір-бірімен амандасып жатыр. Енді екінші түрі осындай амандасудың собахул хойр, яғни қайырлы таң. Одан кейін собахул нур. Собахул нур дегенде қайырлы таң. Енді дәл аударған кезде собах деген таң, нұр деген нұрғы, нұрлы таң деген сияқты. Жалпы қайырлы таң деп аударылады. Одан кейін келесі кеш дегенде масаул хойр, яғни қайырлы кеш, масаул нур. Тағы да сол қайырлы кеш, яғни нұрлы кеш деген ғой негізі. Келесі мағассәләма. Мағассәләма деген сау болыңыз деген. Мағассәләма, сау болыңыз, иля лиқа, кездескенше. Мына жерде дәл солай, мына жерде сәйкестендіру керек. Мысалы, собахул хойрдікі, собахул нур. Мағассәләманікі, иля лиқа, ассаляму алейкум, ва алейкум ассалам. Масаул хойр, масаул нур. Ал мына жерде бос орынға сөз қою керек. Мысалы, собахул хойр, собахул нур. Ассаляму алейкум, ва алейкум ассалам. مساء الخير مساء النور مع السلامة إلى اللقاء.